Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Шайға енді өте керемет таптырмас печенье. Бұл көріністі өте әдемі, үгілмелі, песочный дейміз ғой. Сондай бір керемет печенье дайындайтын боламыз. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыздар. Алдымен ыдысымызға ұнды салып аламыз. Оған 250 миллиграмда сары май, кез келген сары майдың түрі жарай береді. Осылай үкіштен өткізіп аламыз. Үкіштен өткізіп алған сары майымызды жақсылап ұнмен араластырып, қолымызбен осылай езгілеп шығамыз. Мінекей, енді бөлек бір ыдысқа 2 жұмыртқа саламыз. Оған 200 грамм шекер салып, шекер кішкене ерігенге дейін жақсылап араластырамыз. Осылайша енді жұмыртқа мен шекерді бағанағы дайындап алған ұнға қосып қамыр илейміз. Бір ас қасығы қопсытқыш, яғни разрыхлитель қосып, енді жақсылап араластырып отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Ұнды қажетінше арасында қосып отырыңыздар. Енді бірден барлық ұнды салып алсақ көптік етуі мүмкін. Сол үшін аздап қана ұнға сары майды езіп алып, сосын қажетінше ұнды қосып отырып, осылай қамыр илеп алдым. Енді тең екіге бөлеміз да қамырды. Ортасына бір ас қасық какао қосып, жақсылап араластырып, қамырды осылай илеп аламыз. Дайын болған қамырды мен 4-ке бөліп алдым осылай. Енді осылайша пакетке салып, тоңазытқышқа бір жарты сағатқа қалдырамыз. Жарты сағаттан кейін алып, осылай әдемілеп жайып шығамыз. Бірінің үстіне бірін қойып, жайып алыңыздар. Мен 2 бөліп пісірдім. Мінекей. Осылай келесі бағанағы какао мен қамырымыз үстінен қойып, рулет тәрізді етіп орап шығамыз. Осылайша орап дайындап алған қамырды 30 минутқа мұздатқышқа қалдырамыз. Сол кезде қамыр өз формасын жақсы ұстайды, кескен кезде ыңғайлы кесіледі, қараңыздар. Осылай қатып, әдем болып формасын ұстап тұрған кезде оңай кесіп аласыздар. Дайындап форма келтіріп алған печеньеларымызды осылайша листке теріп 180-200 градуста пісіріп аламыз. Печеньеларымыз дайын, мінекей, қараңыздар. Өзі песочный әрі жұмсақ болып шығады. Бізге өте қатты ұнады. Шаймен енді керемет таптырмас печенье, әрі үйде бар заттармен қол жетімді оп-оңай рецепт. Сақтап жасап көріңіздер. Ас болсын.